Қайтыс болған кезінде ештеңені уайымдамаймын. Балаларым болмаса, жақындарым мен үшін бәрін істейді. Шешіндіреді, жуындырады, кебіндейді, үйімнен шығарады. Жаңа үйіме қабірге алып барады. Жаназамды шығаруға көп адам келеді. Келе алса. Тіпті көбісі жұмыстарын тастап, уақыттарын бөліп келуі мүмкін. Мені жерлеу үшін. Пайдаланған заттарымның барлығын тастайды. Кілттерім, кітаптарым, сөмкем, киімдерім мен аяқ киімдерім. Егер отбасымның жағдайы жақсы болса, менің атымнан садақа береді. Ал енді қараңыз. Дүние мен үшін қайғырмайды. Мен өлдекен деп әлем тоқтап қалмайды. Экономика жалғаса береді. Менің жұмысымды істейтін басқадан пайда болады. Көп болсын, аз болсын тапқан дүние мұра болып қалады. Мен өлген кезде ең алдымен атымнан айырыламын. Сондықтан мен өлген кезде ең алдымен мәйіт қайда деп сұрайды. Ешкім менің атымды атамайды. Маған жаназа намазын оқитын кезде мәйітті алып келіңдер дейді. Ешкім пәленшені алып келіңдер деп атымды атамайды. Сондықтан менің руым, мансабым, атағым қызықтырмайды. Бұл не деген түкке тұрмайтын дүние. Біз оны жақсы көретініміз нендей өкінішті. Әй қазір тірі жүрген жандар, біліңдер, қайғы үш түрлі болады. Сені сыртыңнан білетін адамдар, ой, байқұс-ай дейді де қоя салады. Достарың бірнеше сағат немесе күндер бойы қайғырады. Содан кейін бұрынғы өмірлеріне қайта күліп жүре береді. Үйдегі терең қайғы ше. Жақындарың бір апта, екі апта, немесе бір ай, тіпті бір жыл қайғырады. Одан кейін сені естеліктер архивына жібереді. Міне, адамдар арасындағы өмірің бітті. Енді шынайы өмірің басталды. Ол ақырет. Сенен мына нәрселердің барлығы кетеді. Әдемілік, мал-мүлік, денсаулық, бала-шаға, үй сарайларыңнан айырыласың. Сенмен бірге амалыңнан басқа ештеңе қалмады. Шынайы өмір енді басталды. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бір хадисінде былай деп айтқан. Қайтыс болған адамды қабірге жерлеген кезде қабір оған былай деп тіл қатады. Құрып кеткір ай пенде, сен мен жайлы ұмытуыңа не себеп болды? Мен есіне алмайтындай не нәрсеге сонша құнығып кеттің? Мен сынақ пен қиыншылықтың орны болатынымды сен білмеуші ме едің? Мен қараңғылық әлем екенім саған белгілі болмап еді? Жападан жалғыз қалатын, жалқылықта болатын үй екенімді сен есің алмадың ба? Құрт-құмырсқалар мен жәндіктердің панасы екенім ойыңа кіріп шықпады ма сенің? Мені ойламауыңа не себеп болды? Менің қасымнан өткен кездеріңде өзіңді қауіпсіздіктемін деп сезініп, өз-өзіңді тым тәкаппар санаушы едің ғой. Адасушылыққа түсуіңе не нәрсе түрткі болды? Қабірге жерленіп жатқан адам тірі күнінде расымен де тақуа кісі болып, басқаларды ақиқатқа тартқан, өзі де Алланың бұйрықтарын орындап өмір сүрген болса, оның орнына қабірге басқа біреу былай деп жауап береді. Бұл адам басқаларды жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақырғанын көрмеп пе едің? Сол кезде қабір былай дейді. Олай болса мен жасыл шөпке оранып, ол үшін жайнаған бақша боламын. Я Раббым, сенің мынадай деген құлың келді. Ал Алла тағала оларға былай жауап береді. Оны қайта алып кетіңдер. Алдымен оған мен дайындаған игіліктер мен сауаптарды көрсетіңдер. Өйткені мен құлыма былайша сөз бергенмін. Одан, топырақтан сендерді жараттық. Оған қайтарамыз да, екінші рет содан шығарамыз. Таха сүресі. Бір сұрақ. Қазірден бастап қабірің үшін, ақыретің үшін не дайындадың? Бұл терең ойлануды қажет ететін ақиқат. Сондықтан мына нәрселерге берік бол. Парыздарға, нәпіл амалдарға, жасырын садақа беруге, ізгі амал жасауға, түнгі намаздарға.
сонда ғана қабір азабынан құтыларсың. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.